Есенғұл Жақыпбектің сөзі бар. Сырласында жоқ менің сыйласында, біреулермен мәжбүрмен сыйласуға. Жүрегімді ауыртып алам ылғи, болмаған соң титіндей ми басында деп. Сіздерді халық қошеметтеп отыр, соған өнер арқылы бардыңыздар. Енді қадір қасиеттеріңізді жоғалтпай, сахнаға оралыңыздар. Билікті Мейіржан Шөкеев, Әділетхан деген сияқты бауырларымызға, ағаларымызға беріңіздер. Ол жер заңгерлердің орны, халықтың тағдыры шешілетін орын. Халық аш қазір. Ол өлеңге, ертегі, циркке тойған чоза цирк. Қадір қасиеттеріңізді жоғалтпай, өз істеріңізбен айналыссаңыздар жөн болар. Бұл халықтың қалауы, түсініңіздер. Осы айтпағым, өздеріңізді мазақ етпей, құрметпен сыйларыңызды сақтап қалыңыздар. Әркім өз ісін істесін, болды. Еркебұлан ағамыз дұрыс айтады. Болды осы сөз. Депутаттыққа неге сізді шақырмайды? Тамара Асар ашаматайлар шақырып жатыр деп жазып жатқан оқырмандар бар, сұрақ қойып. Енді мен бұл сұраққа тістедім, күлдім, айналайындар, ойын сіздер білесіздер ғой, Қазақстан екен. Қазақстанда менде адамдар шақырмайды ғой деп күлдім. Енді ары қарай жауап берейін. Жалпы ол жерде Тамара Асар ашаматайдан да бөлек, Құдай-ау, бұлар билікке, депутаттыққа барғанда не істейді? Бұған дейін Қазақстанның шындығы туралы, шынайы шындықты 100% шырылдап тұрып айтқан ешқайсысы жоқ қой ішінде деп, яғни ары қарай да олар шындықты айта ма, айтпайды деп мен ой түйген адам жетеді. Ал қарап отырсақ, екі категория шақырылған. Бірі президентті жақтағандар, яғни билікті жақтағандар, дұрыс істеп жатыр деп жаңағы ресми ақпараттарды айтқан, және солардың категориясында аздап проблемаларды айтқан. Енді жол салынбай жатыр, тағы аурухана салынбай жатыр деп жаңағы рұқсат берген, бақ өкілдерінің жаңағы аузынан мысалы шығады, ол рұқсат берілген, телевидениеде мысалы жұмыс істеген уақытта рұқсат береді, осыны айтуға болады деп. Соларды айтып жүрген адамдар шақырып жатыр. Мысалы қоғам белсенділерінің айтуына рұқсат берген, және ешқашан саясатқа араласпаған адамдар шақырып жатыр. Яғни мысалға проблемаларға, әлеуметтік проблемаларға араласқан Ашаматай, Тамара Асарлардың сағынан қандар туралы, цифровизация, цифрлық теңге, ол нашар, болмайды деп айтқан ешқашан көрген емеспін. Және тізімдегі шақырып жатқан адамдардың ішінде де мысалға қарапайым тілмен не айтып жүрген. Цифрлық теңге ол зиян, тағы не жаңағы елдегі банктердегі жағдай осылай деп шындықты 100% айтып жүрген адамды көрген емеспін. Енді мені шақырмайды. Мен шақырса да бармаймын. Айтайын деген осы. Себебі мен мұны Абаймен түсіндіріп берген. Кезінде мен Абай жолын бұған дейін айттым, 9 жасында бастап оқып деп. Жұрттар ақшамен мақтанса, люкспен мақтанса, мен біліммен мақтанайын, үлгі болсын жастарға. 9 бен 11 жас аралығында бұған дейін айттым, мен Абай жолын орыс тілінде, қазақшасы болмағаннан кейін 9 жастан бастап оқыдым. Не түсіндіңдер деп сол кезде сынаған едіңіздер. Біздің қазақты қойсайшы, кітап оқыдым десе сынайды. Түсінгенім мол. Сол түсінгенім 9 жастан мынау. Мен Абайға ренжідім. Сол 9 жастан 12 жас аралығында плюс-минус аяқтадым бір томды, 700 бетті. Орысша түсінбесем де оқып сабағын едім. Сонда әйтеуір содан түсінгенім Абайға бір ғана эпизодта ренжідім. Себебі Абай бостықтан бас тартады. Неге? Өйткені мен барғанмен, бос болғанмен әділетті орнатуға маған рұқсат бермейді. Жоғарыдағылар система рұқсат бермейді дейді, қазір білген түсіндірсе. Сол кезде ренжідім. Кейін осы алған білімімді 30 жасында да ойландым, 25 жасында да ренжідім. Ал енді мен Абайды түсіндім. 40-тан кете менің ақылым қонған шығар, Абайды түсіндім. Ол дұрыс істеп. Қазір мен де депутат болды десе, тура солай маған жұмыс істепейді, бәрін деп бармас едім. Ал енді тізімде шақырылғандар барып жатыр. Олар енді Абайша ойланбайтын шығар. Құрылтайға үміткерлікке аманат, яғни Әділет партиясының атынан ұсынылып отырған 168 депутаттың тізімін журналист Гүлмира Абыкайдың парақшасынан көріп қалдым. Списті видеоның соңында қалдырамын. Былай айтқанда, сол бір ғана партияның өзіне ұсынылып отырған 168 депутаттың ішінен мен 4-5-еуін ғана таныдым. Олар Асхат Аймағамбетов, Мұрат Әбенов, Жұлдыз Сүлейменова, сосын Ирина Тен, журналист, Таңшолпан бағдарламасының жүргізушісі, сосын Нұрбақ Теңізбай, Кеген ауданының қазіргі уақытта әкімі, грек-рим күресінен Олимпиадада Пекинде, қателеспесем, күміс жүлдегер алған. Басқа адамдар танымадым, және осыған дейін елдегі ахуалдарды көтеріп жүрген белсенді Мақсат Толықбай көрінбейді, Бақытжан Базарбек көрінбейді, тағы да басқа депутаттардың тізімін таба алмадым. Менің ойымша жалпы осыған дейін мәжіліс сенат болды, енді алда құрылтай болмақ. Жалпы адам санын бізді азайту керек сияқты. Костюм шалбар киіп, галстук тағып,
халықтың налогының арқасында өмір сүріп, журналистерден қашып, ұйықтап отыру кез келген адамның қолынан келеді. Сондықтан нақты іскер істейтін, елдің абыройын қорғайтын, ел үшін жұмыс жасайтын адамдар таңдап санын қысқарту керек деп ойлаймын. Сіздер кімді таныдыңыздар, не ойлайсыздар? Комментарийге жаза кетіңіздер. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, тыңдармандарым. Мінекей 30 жыл бізді басқарған қос парламент. Өкіметіміз тарады, енді құрылтай болады деп жатыр. Енді былай қарап тұрсам, құрылтайға өткен адамдардың уже несі жарияланып жатыр. Кеше жартысын тыңдадым. Неудобный партия, неудобный адамдар жоқ бұрынғы. Қазақтардың сөзін сөйлеп, халықтың сөзін сөйлеп, халықтың жырын жырлаған кісілердің фамилиясын мен көре алмадым. Енді халыққа жақсы қызмет істеп, жақсы жұмыс істейміз деп айтып жатыр. 30 жылдан бері кімге жұмыс істеген, мен соған таң қалып тұрмын. Кімге жұмыс істеп, қаяқта жүрген, 30 жылдан бері айлық алып, халыққа қызмет істемей. Енді тағы бір сұрағым, Аша Матай менен Тамара Асар кетіп бара жатыр құрылтайға. Енді мен айтайын, ол кісілерде мысалы қолдарында біз сияқты емес тиын тебендері, властары болды. Кішкентай болса да мен біреуге көмек жасапты деп естімедім. Аша Матай соңғы заңда даже айтамай тұр ғой, тыңдамағанда. Мен де мысалы политик емеспін. Мен даже оқымаған әйелмін. Бірақ сонда да оң қол қайсы, сол қол қайсы білеміз. Кімнің дұрыс, кімнің бұрыс сөйлеп тұрғанын, қызмет істеп тұрғанын бізде жынды емес, біз білеміз деп ойлаймын. Енді мен парламентке мысалы жаңағы заң білетін, оқыған мұғалім, мысалы медик барғанын ұнатам, өзінің саласын дұрыстайды. Жаңағы есепшілер, банкирлер барғанын қалаймын. Сосын юристер барса деп ойлаймын. Ол кісілер заңды жақсы біледі, ары бергінен саралай алады. Мысалы Аймағамбетовтің өзі талай нәрсені дұрыстап кетті ғой, мысалы. Сол сияқты ол кісі байқұс әлі де шырылдап жатыр. Үйтпесін, бүйтпесін деп оны тыңдап жатқан. Енді тыңдайтын шығар деп ойлап қойым. Аймағамбетов кетіпті құрылтайға. Мұрат Әбенов кетіпті құрылтайға.